Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 118-ші сабақ. Разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Қазақстанның көрнекті композиторлары. Бүгінгі сабақта сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданасың. Нөмірі 1-ші есеп. Дұрыс есептесең, Қазақстанның белгілі композиторларының аттарын білетін боласың. Олар қандай шығармалармен танымал болғандығын анықта. Мұнда балалар, бірінші бізде Мұқан Төлебаев 4 көбейту 19 тең 76 екен балалар. 4 көбейту 20 тең 80. 80-нен 4-ті азайтамыз 76 екен. Балалар, сонда 76 бізде Мұқан Төлебаев. Келесі Шәмші Қалдаяқов 3 көбейту 19 57-ге тең. Одан кейін 3-ті біз 20-ға көбейтеміз 60-ға тең. 60-тан 3-ті азайтамыз 57-ге тең екен. Келесі бізде Ахмет Жобанов 4 көбейту 39 тең 156. 4 көбейту 40 тең 160. 160-тан 4-ті азайтамыз 156. Яғни 156. Одан кейін бізде Евгений Брусиловский 3 көбейту 49 тең 147. 3-ті көбейтеміз 50-ге 150. 150-ден 3-ті азайтамыз 147. Нөмірі 2-ші есеп. Есепте тексеруді орында. 324 көбейту 3 тең 972-ге тексереміз. 972-ні 3-ге бөлеміз. 324-ге тең. Мұнда балалар мен баған түрінде көрсеткенмін. 252 бөлу 7 тең 36-ға. 36-ны тексереміз. 36-ны 7-ге көбейтеміз. 252-ге тең. 531 бөлу 9 тең 59-ға. Тексереміз. 59-ды 9-ға бөлеміз. 531-ге тең. 786 бөлу 2 тең 393-ге. Тексереміз. 393-ді 2-ге көбейтеміз. 786-ға тең. 528 бөлу 4 тең 132-ге тексереміз. 132 көбейту 4 тең 528-ге. Келесі 155 көбейту 5 тең 775-ге тексереміз. 775 бөлу 5 тең 155-ге. Нөмірі 3-ші есеп. Теңдеулерді шеш. X қосу 325 тең 189 көбейту 4. X қосу 325 тең деп аламыз. 189-ды 4-ке көбейтсек 756. Жай теңдеуге айналды. Енді мұнда X-ті табу керек. X-ті табуым үшін 756-тан 325-ті азайтамыз. 431. Сонда X-міз 431-ге тең. Енді X-тің орнына 431-ді қойып теңдеуімізді жазамыз. 431 қосу 325 тең 189 көбейту 4. 431-ге 325-ті қосатын болсақ 756. 189-ға 4-ті көбейтетін болсақ 756. Сонда 756 тең 756. Екі жағы тең екен. Келесі 900 азайту X тең 129 көбейту 4. 900 азайту X тең 129-ды 4-ке көбейтетін болсақ 516. Жай теңдеуге айналды. Мұнда X-ті табуым үшін 900-ден 516-ны азайтамыз. Азайтсақ 384 болады. Сонда X-іміз 384-ке тең. Енді X-тің орнына 384-ті қойып теңдеуімізді жазамыз. 900 азайту 384 тең 129 көбейту 4. 900-ден 384-ті азайтатын болсақ 516. 129-ға 4-ті көбейтсек 516. 516 тең 516. Нөмірі 4-ші есеп. Өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. А нұсқасы 23 және 77 сандарының қосындысын 3 есе арттыр. Сонда балалар 23 қосу 77-ні біз жақшаға аламыз, көбейтеміз 3. Тең 300-ге. Келесі А нұсқасы 500 және 120 сандарының айырмасынан 25 және 4 сандарының көбейтіндісін азайт дейді. Сонда балалар біз
Жақша 500 азайту 120, жақшаны жабамыз, азайтамыз. Жақшаны ашып 25 көбейту 4, жақшаны жабамыз, тең 280-ге. Б нұсқасы 35 және 3 сандарының көбейтіндісіне 410-ды қос. Сонда балалар 35 көбейту 3 қосу 410 дейміз, тең 515-ге. В нұсқасы 996 және 3 сандарының бөліндісінен 150-ді азайт дейді. Сонда 996 бөлу 3 азайту 150 тең 182-ге. Г нұсқасы 126 және 2 сандарының көбейтіндісінен 65-ті азайт. Сонда 126 көбейту 2 дейміз, азайтамыз 65. Тең 187-ге. Нөмірі 5-ші есеп. А нұсқасы балаларға арналған музыкалық туындылар жинағында 70 шығарма бар. Оның 5-тен 1 қазақстандық авторлардікі, ал қалғаны әлемдік классика шығармалары. Жинаққа қанша әлемдік классика шығармалары енгізілген? Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық. Қазақстандық автор, яғни бізде нақтысы белгісіз, бірақ 5-тен 1 бөлігі. Әлемдік классика бізде белгісіз, барлығы, яғни бізде 70 шығарма екен. Шешуінде біз 70-ті 5-ке бөлеміз, оған 1-ді көбейтетін болсақ 14 шығарма, бұл қазақстандық шығарма. Енді 70-тен сол 14-ті азайтатын болсақ 56, бұл әлемдік шығарма. Яғни әлемдік классикалық шығарма екен. Жауабы 56 әлемдік классика шығармалары енгізілген. 5-ші есептің ә нұсқасы әрқайсысы 168 теңгеден 4 нота дәптері және 1-2 қорап қарындаш сатып алынды. Олардың барлығына 1000 теңге төленді. Бір қорап қарындаш қанша теңге тұрады? Есептің берілгенін жазып алайық. Балалар, нота дәптері 160 теңге 4 дәптер. Қарындаш бізде белгісіз 2 қорап. Енді балалар, ал барлығы 1000 теңге екен. Біз бірінші шешуінде 168-ді 4-ке көбейтеміз, 672, бұл нота дәптері. 1000-нан 672-ні азайтамыз, 328 теңге, бұл 2 қорап қарындаш. 328-ден 2-ні бөлеміз, 164 теңге. Жауабы 1 қорап қарындаш 164 теңге тұрады. Нөмірі 6-шы есеп. Сен дүкенге келдің, қандай заттарды және оларды қандай мөлшерде сатып ала аласың? Сұлба бойынша есеп құрастыр. Бірінші сұлба бойынша балалар болғаны 1000 теңге, айранды 100 теңгеден 3 дана, сүтті 150 теңгеден 2 дана, қалғаны қанша теңге, соны табуымыз керек. Яғни біріншісінде балалар біз 100-ді 3-ке көбейтеміз, 300, бұл айран. Екіншісі 150-ді 2-ке көбейтеміз, 300. Енді балалар 300-ге 300-ді қосамыз, 600. Енді 1000 теңгеден 600 теңгені азайтатын болсақ, 400 теңге. Жауабы 400 теңге қалды. Келесі екінші сұлба бойынша болғаны 1000 теңге, шырын 120 теңгеден 3 дана, шоколад 60 теңгеден 2 дана, печенье 100 теңгеден 2 дана. Қанша теңге қалды? Бірінші біз балалар 120-ны 3-ке көбейтеміз, 360, яғни бұл шырын. Екінші шоколадты 60-ды 2-ке көбейтеміз, 120. Үшінші 100 печеньені 100-ді көбейтеміз 2-ке, 200. Енді барлығын қосамыз, 360-ды қосамыз 120-ға, қосамыз 200, тең 880. Енді 1000-нан 880-ді азайтатын болсақ, 120. Жауабы 120 теңге қалды. Нөмірі 7-ші есеп. Себетте 4 сары және 6 жасыл орам жіп бар. Әжей 5 жіпті алды, олардың арасында ең болмағанда бір орам жасыл жіп бола ма? Яғни сары 4 жіп, жасыл 6 жіп.
алды 5 жіп. 1 орам жасыл жіпті алды ма? Яғни балалар шешуінде бірінші 4-ті 6-ға көбейтеміз 10, екінші 10-нан 5 азайтамыз 5, үшінші 6-дан 5 азайтамыз 1. Жауабы 1 орам жасыл жіп болады. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.